Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге уролог-андролог дәрігер Ерсұлтан Қайратұлы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мүше жуандату, немесе мүше үлкейту деп айтып жатады қазіргі таңда. Сол туралы тема қозғайтын боламыз. Көптеген ағаларымыз келіп жатады, жас балалар келіп жатады. Мүшем кішкентай секілді, баняға барсам ұялам деген секілді. Бұның қазір 21-ші ғасырда шешімі бар. Ешқандай жаңағы медициналық жолмен ешқандай асқынусыз жетуге болады. Бұрынғы заманда ағаларымыз мүшелерін әртүрлі вазелиндер, неше түрлі майлар, әртүрлі пластмастар салып жататын. Ол дұрыс емес. Қазіргі заманда арнайы профессорлардың зерттеуімен арнайы көптеген және доказательный базасы бар, мықты препараттар бар. Негізгі оны және гиалурон қышқылы деп айтып жатады. Гиалурон қышқылы ол бізде мүше үлкейтуге кеңінен қолданылатын препараттардың бірі болып табылады. Оны осы уақытқа дейін негізі гиалурон күні травматологияда, косметологияда жиі қолданған, және де басқа да медициналық сфераларда кеңінен таралған. Бұл травматологияда жаңа буындарға салып жатады, офтальмологияда қолданып жатады. Одан кейін косметологияда бұрын біз бала кезімізде еститінбіз, ерінде өйтіп алып ойбай деген бір не болатын біз үшін жаңа дүние болатын. Сол кезде мен осы гиалурон күні ерінге салып жатады. Осы нәрсені қазір мүшеге салу арқылы мүшені жуандатуға болады. Бұл ер адамға қандай көмек береді? Жаңағындай өз-өзіне сенімсіз жігіттер бар. Баняға барғанда былайша айтқан кезде ұялатын жігіттер бар. Осы гиалурон күні салдырып алса, ол кәдімгідей объем береді негізі. Ол және де психологический жағынан еркекке сенімділік береді. Сонымен қатар осы гиалурон қышқылы неден жасалынады, қалай ол бізге ағзаға зиян емес па деген сұрақтар көп келеді. Бізге гиалурон қышқылы негізгі қалыпты жағдайда адамның өзінің денесінде болатын зат бұл. Бұл біздің синовиальный жидкостьтарымыз деп айтады, буынаралық сұйықтықтар соның құрамында болады. Одан кейін жаңағы адамның терісіне ылғалдық қасиет беріп тұрады. Бұл біздің теріміз жаңағы адам үлкейген сайын кәртиет, терісі және әжім баса бастайды. Вот осы гиалурон қышқылы бізде азайып жатқан белгісі, осындай әжімдер бола бастайды бұл жерде. Қазір телефонда неше түрлі сұрақтар бар гиалуронға байланысты, сол туралы осыларға ответ беріп өтейік. Бірінші, процедура қанша уақыт алады дейді. Процедура 15-20 минут уақыт алады. Жергілікті жансыздандыру арқылы ешқандай ауырсыну болмайтын, еш нәрсені сезбейсіз. Арнайы жаңағы талапқа сай, стерильный жерде өтетін болады. Ескеретін жайт, бұны дәрігер жасау керек, уролог дәрігерге келуіңіз керек. Опыты болса, және ешқандай асқынусыз болады. Бірақ асқынулар да болады, дұрыс жасамаған жағдайда. Оған тоқтала кетеміз. Келесі сұрақ, жуандағанда қанша дейді? 20-30 сантиметрге жуандамайды әрине, бірақ жуандық қосады. 2 сантиметр, 5 сантиметрген жуандық қосып жатады. Қалыпты жағдайда қанша уақытқа сақталады дейді. Сақталу ол препаратқа байланысты. Кейбір препараттар бар, 1 жылға дейін жетеді. Кейбіреулері бар, 3 жылға дейін жетеді. Кейбір препараттар бар, 6 айға дейін жетеді деген секілді. Ол уже препараттың бағасы қымбат болған сайын, ол ұзағырақ тұрады деген нәрсе бар. Одан кейін бұл мәңгілікке ме дейді? Жоқ, ешқандай мәңгілікке емес. Бұл импотенцияға алып келе ма дейді. Егер дұрыс жасалған болса, әдемілеп және профессионалды хирургпен, профессионалды урологпен салынған болса, ешқандай импотенцияға алып келмейді. Ал как попало көрінген адамға салдыратын болсаңыз, әрине асқынулар өте көп бұл жағдайда. Одан кейін нәтижесі қалай дейді? Эрекцияны жақсартады ма дейді. Одан кейін келесі сұрақ, бізде эрекцияны жақсартады ма дейді. Бұл эректильді дисфункцияны емдемейді бұл препарат. Эрекцияны жақсартпайды. Бұл тек қана объем береді сізге. Мүшені жуандатады. Одан кейін мүмкін болатын асқынуларды айтып өтсеңіз дейді. Бұл жерде асқынулар әрине бар. Ол бізде көгеру, ісіну, жаңағы препараттың әртүрлі жылжып кетуі, мүше қисайып қалады, бір жағына жиналып қалады деген секілді. Оны арнайы уролог маман келгеннен түсіндіреді, ондай жағдайға ұшырамау үшін не істеу керек деген секілді. Егер дұрыс салынбаған, жаңағы как попало көрінген жерде салынатын болса, инфекция түсіп кету қаупі бар. Кімдерге жарайды бұл процедура дейді. Бұл кімдерге ұсынылады? Жаңағындай өз-өзіне қанағаттанбайтын жігіттерге, болмаса жаңағындай әйелдер қанағаттанбай жатқан жігіттерге, мүшем кішкентай деп ұялып жүрген жігіттерге арнайы бұл процедураны ұсынамыз біз. Одан кейін кімдерге ұсынбайсыздар дейді. Егер де сіздер қандай да бір препараттарға аллергия болатын болса, өзіңіз аллергик адам болсаңыз, онда керек емес.
Одан кейін жаңағы қан ұю бұзылыстары бар, жұқпалы аурулары бар, немесе асқынулары бар. В данный момент бір воспалительный процесспен жүрген кісілерге бұны жасауға болмайды. Одан кейін бұны жаңағындай қан тоқтамай қоятын өзі тромбоциттер, аз пациенттер бар, оларға ұсынылмайды бұл процедура жасауға келмейді. Дәрігерді таңдау ең маңызды дейді. Әрине дәрігерді таңдау ең маңызды, себебі 90% бұл жерде дәрігерге байланысты. Өйткені дәрігердің қолы оны дұрыс орналастыруы, одан ол дәрігер қандай жаңағы препараттармен жұмыс жасайды, лицензияланған, арнайы мүшеге арналған препараттар бар. Бұған көрінген препаратты алып сала беруге болмайды жігіттер. Одан кейін қалпына келу қанша уақыт дейді. Бұл жерде жаңа процедурадан кейін енді әркімде әрқилы восстановление. 10-15 күн жыныстық қатынасқа түсуге болмайды, баня болмайды. Енді индивидуально olan келгеннен дәрігер сізге түсіндіріп береді. 10-15 күн жыныстық қатынасқа түспейсіз дейді бұл кезде. Бұл бір вау дейтін ғажайып әдіс емес. Бұл арнайы гиалуронканы мүшеге салып береміз. Бір қатты бір көбісі ойлайды, мынандай мүшемен кеп, мынандай мүше алып кетемін деп. Ондай процедура емес, бұл 4-5 сантиметр қосады. Болмаса 2 сантиметр қосады. Енді әркімде әрқалай. Біреудің мүшесі кішкентай, біреудің мүшесі дәу деген сияқты. Физиологиялық нормаға в пределах сол аймақта былай жасалынатын процедура. Дәрігер ретінде не айтам? Бұл процедураны жасауға болады. Егер жаңағындай пациент өз-өзіне ответственность салып, нақты біз айтқан процедураның жаңағы күтімдерін барлығын жасаймын. Одан кейін пациент өз-өзіне сенімсіз болатын болса, мүшесі кішкентай болатын болса, бұл процедураны дәрігердің жаңағындай бақылауымен жасауға болады. Сіздерге бір отзывпен бөлісе кетейін, пациентімізден келіпті. Қазір аудиосын тыңдата салайын. Бұл жерде дауысын өзгертеміз ғой, пациенттің дауысын. Болды, жақсы. Кетір ренжіп жүрмесін деген ғой. Adım Casiyat Ahmet Paulum. Liyakat bercası. Tip. Hayalinde razı. Özümde razı. Hayalin aksın. Beni gökün eydi. Бәріміз мәзбіз дейді. Бұл жігіттің енді әйелі 5 бала босанған. Сол үшін енді әйеліме сыйлық ретінде жасап отырмын деп өзі айтқан болатын. Пациент риза. Егер де сізде осындай керемет процедура жасатқым келеді десеңіз, төмендегі номерге хабарласыңыз.